Сәлем достар, бүгін сіздермен домбыраны үйрету әдісімен таныстыратын болам. Менікі ең оңай, жеңіл, қарапайым адам түсінетін әдіс. Сондықтан сіздер қиналмайсыздар деп ойлаймын. Домбырада енді 19 перне бар деп айтқан болатынмын. Бірақ мына 19 пернені санап отырсақ, басымыз қатып кетеді. Сондықтан басымызды қатырмаймыз. Мына нүктелер бекер салынбаған. Домбырада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 нүкте бар. Осы 7 нүктеге қарай отыра біз бағыт-бағдар ұстаймыз. Мысалы, бас пармағымызды 4-ші нүктеге қойсақ, бұл бас пармақ деп аталады. Бас пармақ. Неге? Өйткені бас пармақ басылды, иә? Бас пармаққа қиғашынан сұқ саусақ басылса, бұл 2 саусақ деп аталады. Бас пармаққа қарама-қарсы 3-ші саусағымыз басылса, 3 саусақ деп аталады. 3 саусақ. Мынау 4 саусақ, 5 саусақ. Сонда 4-ші нүктеде 2 саусақ, 3 саусақ, 5 саусақ. Дәл осыны енді 2-ші нүктеден. 2-ші нүктеден 3 саусақ, 5 саусақ, 2 саусақ, бас пармақ. 1 саусақ дегеніміз, мысалы 3-ші нүктеде 1 саусақ. Ашық шек, 1 саусақ. 2, 3, 5, бас пармақ, 1 ашық. Міне, осы қағиданы есімізде сақтасақ, кез келген күйді де, әнді де оңтайлы әдіспен үйренетін боламыз.